Ассалаумағалейкум бауырым. Бұл видеоны қосқанына 100% өкінбейсің, себебі біз сендерге қазір өзіміздің дене шығаратын және денеңді сенің өте керемет жаңа деңгейге көтеретін программаны көрсететін боламыз. Бір сөзбен айтқанда достар, бауырларым, дене шығаратын уақыт келді. Ассалаумағалейкум бауырым. Сен ютубтан дене шығаруға арналған қаншама видео көрдің. Осы видео дәл саған арналады. Сен осы видеода денені қалай шығарамын деген сұраққа жауап табасың. Және денені шығаратын уақыт келді. Достар, видео басталмастан бұрын бірдеме айта кетейік. 2 ай бойы карантинда жаттық. Сіздер тоже карантинда жаттыңыздар. Және бүгін біз сіздерге өте керемет видео дайындадық. Біз сіздерге арналған тренировка дайындадық. Сіздер осы тренировканың пайдасын және де одан келетін әсерді сезу үшін бізбен бірге жасаңыздар. Бізбен бірге демалып, осы видеоның басына дейін, артына дейін бізбен бірге істеңіздер тренировканы. Мұндай болса достар, 2 ай бойы демалдық, жұмыс істейтін уақыт келді. Бастайық. Қазір сіздерге техникасын айтып өтсем, бұл жерде түк қиындық жоқ. Тек қана сіз денеңізді банан түрінде ұстауыңыз керек, майыстырып. Сосын турникке тартыла бересіздер. Сосын жерге қатты түспей ақ қойыңыздар. 90%-дей түссеңіз болды. Сол кезде сіздің арқаңыз, ең бастысы арқаңыз сезу керек. Егер арқаңыз сезбесеңіз, қайттан дұрыстап оралып жасай берсеңіз болады. Достар, сонымен қазір ғана сіздер турникті аяқтадыңыздар. Енді біз сіздерге ақпарат айтпақшымыз, сол тура осы кезде демалып алыңыздар. Бір сөзбен айтқанда, бір оқпен екі қоян атамыз. Қазір Рамазан сіздерге арналған, Аджумайнаға арналған тренировка көрсететін болады. Ол қазір бір ақпарат айтайық. Сонымен достар, турник істеген кезде көрдіңіздер, ең бастысы бұл жерде ең қалай айтса болады, соңына дейін жасау. Ол жерде сіз шаршағанша жасау керек. Мен көрген шығарсыздар, мен дұрыс тартыла алмадым, себебі менде растяжка болған жоқ. Сосын мен до конца істедім. Себебі арқа қимылдау керек, ең бастысы арқаны сезуіңіз керек. Өзіңіз кәдімгідей бұрын сезбеген арқаның бұлшықеттерін сезіне бастайсыз арқаңыздан. Сонымен қатар достар, бір өте пайдалы ақпарат айта кетейін. Турникті жасайсыздар ғой, мысалы бірінші күн жасап болғаннан соң, екінші күні жасаған кезде сізде кішкене болсын прогресстер болу керек, көбірек тартыла бастауыңыз керек. Солай болған кезде ғана сізде арқаңыз өсіп жатыр деген сөз, яғни бір сөзбен айтқанда сізде прогресс болып жатыр деген сөз.
осындай істерге ақпарат айттық. Айтпақшы, Рамазан, бұл тренировка қанша күн болады? Типа Бұл- аптасына неше рет жасалынады? Бұл тренировканы ол мысалы бір күн демалып бір күн жасасаңыз болады, аптасына 3 рет жасаса болады. Максимум Ең болмаса 4 рет, өз еркіңізде. Ең бастысы уақытылы әрі қалай айтса болады, тұрақты түрде жасасаңыз болды. Сосын режиммен істесеңіз вообще күшті кайф Иә. кетеді, кайф кетеді. Андай болса, достар, кеттік, келесі мен сіздерге отжиманияны көрсететін боламын. Короче, дерзко болайын деп тұр ғой барлығы. Иә. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and past I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now, get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different, make a name, like huh? a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward. Бауырым, бұл тренировка негізінен игровой тенкан тренировкасы. Біздің мақсатымыз саған дене шығару жолын көрсету. Жасаған кезде барынша кеуде бұлшықетін қосыңыз, және де менің артынан мен қалай жасаймын, тура солай қайталаңыз. Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, march until it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live, society you swing and miss. And honestly I get it, promise me you won't regret it, wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit, make your actions hard to miss, be a legend not a myth. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise, try to harness, as an artist stay modest, it's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out, swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out, I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud, no I never had a doubt. Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. As the leaves start falling down and the shadow as the leaves start
Иә достар, осы видеомыз аяқталды. Сіздерге тренировка ұнаған шығар деп ойлаймын, себебі біз бұл жерге көп еңбек салдық. Енді бұны бағалап кетіңіздер, лайк басу керек, сосын қызыл кнопка бар ғой, соны басыңыздар міндетті түрде. Бұл соған өте лайық, себебі бұл жерде Рамазанның, бәріміздің, Дәуіржанның еңбегі, Оператор біздің. бәрі кіріп отыр, сондықтан да сіздерге Самый лучший оператор ғой. Самый вышка. Сосын достар, бұл тренировканы қазір бізбен бірге жасамасаңыздар, осы келесі көрген кезде міндетті түрде жасаңыздар. Сіздерге кәдімгі сезінген кезде, сіз оны сезген кезде сізге пайдасы болады. Ең бірінші өзің осы тренировканы жасағанда сезімді айта кет. Мен сезген кезде, ол кезде ұйқым дұрыс болмады, сосын қатты сезіне алмадым мен. Ол кезде ұйқымды былай ауыстырып жібергем. Содан кейін, бірақ та айтайын ба, ең жақсы сезген жерім мен арқамды жақсы сездім. Арқамдағы бір бөліктер бар ғой, бұрын сезбеген. Солар ауырды. Достар, соңында осы тренировканы қалай айтамыз? Уже видео басталғаннан бері мақтап отырмыз, қаншама нәрселер айтып отырмыз. Ең бастысы ол мақтаған ештеме болмайды, егер сіз оны жасамасаңыз. Сондықтан бауырым, тренировканы жасап, өзіңнің денеңді жаңа деңгейге көтер. Дұрыс айтқанда. Ондай болса достар, видеомыз аяқталды. Каналға тіркел, лайк бас, комментарий және қоңыраушаны басуды ұмытпа. Достар, сіздерге арнап осындай өте керемет видео шығардық. Енді сіздер бізді қолдайсыздар деген үміттеміз. Сондай болса достар,